Сәлем құрметтім. Бүгін мен духовкада пісетін пирожкин рецебімен бөлісетін боламын. Алдымен менің каналыма тіркеліп, бір жазып қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Сіздің қолдауыңыз мен үшін өте маңызды. Мен сізді каналымда күтемін. Өте жұмсақ, әрі тәтті, әрі тойымды болады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Алдымен бізге 250 грамм сүт керек болады. Сүт жылы болу керек міндетті. Шекер, разрыхитель тұзымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Келесіде май қосамыз. Жеуге жарамды кез келген май жарайды. Бір жұмыртқа қосамыз. Жақсылап араластырып аламыз барлығын. Соңынан біраз қасық дрожж қосамыз. Жақсылап араластырамыз оны да. Енді ұнымызды қосамыз. Ұн 400-450 граммдай кетеді. Біртіндеп отырып, ұнды қоса отырып, қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз қатты болып қалмау керек. Орташа қамыр илеп шығаратын боламыз. Қатты болса, біздің пирожкиніміз тәтті болмайды, оның үстіне ол көтерілмей қалады. Қамырымыз осылай болып шығады, міне. Бұны бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Яғни орап қоясыздар. Келесіде қамырымыз көтерілді, дайын болды қамырымыз. Оны бөліктерге бөлетін боламыз. Осылайынан бөліктерге бөліп аламыз, жақсылап барлығын. Құрметті достар, менің каналымда көптеген жасалуы оңай салаттардың рецебі бар. Көре кетіңіздер, дастарханыңыздың сәнін де дәмін де келтіретін болады. Келесіде бөліктерге бөліп алғаннан кейін қамырды жайып шығамыз. Қамырымыз қатты не жұқа болмау керек. Орташа 2 мм жобасында жаясыздар. Осылай бүгіп шығамыз қамырымызды. Тағы біреуін көрсетейін. Арасына салмасына мен асқабақ пен картошканы үккіштен өткіздім. Оны видеоға түсірмеппін. Солай жасай бересіздер. Асқабақтан өте дәмді шығады. Келесіде дайын болғаннан кейін бетіне жұмыртқамызды жағамыз. Жұмыртқа жағуды ұмытып кетпеңіздер. Келесіде бетіне күнжіт септім. Сеппесеңіздер де болады. Міндетті емес. Мак немесе күнжіт себе берсеңіздер болады. 180 градуста пешіңіздің қызуына қарай пісіріп аласыздар. Міне біздің пирожкиніміз дайын. Жасап көріңіздер, дастарханыңыздың дәмінде, сәнінде келтіретін болады. Ас болсын, отбасыларыңызға ұнайды деген сенімдемін. Өте жұмсақ болады. Достар, мен сіздерді каналымда күтемін. Сау саламатта болыңыздар.